мынандай бөлшек теңсіздік келсе, шынымен де қиналамыз ғой барлығымыз, қиналамыз. Қиналудың қажеті жоқ, ең оңай жолын көрсетеміз. Бірінші қараймыз, мынау бізде бір алымы, кез келген алым болсын. Мынау бөлімі дейік, солай ғой? Енді бөлімі, всегда бөлшектің бөлімі не болу керек? Нөлге тең болмау керек, солай ғой? Соған тексереміз. енді қараңыздаршы, мына жерде біздің бөлімге x-ның орнына кез келген сан қойсақ, 0, минус сандарды, 10 сандар, миллионды, минус миллиардты барлығын қоя берсек x-ның орнына, оны квадраттасақ, қандай да бір үлкен сан шығады. Оны жетіге қосатын болсақ, ол ешқашан нөлге тең болмайды, солай ғой? Онда бізде сенімді түрде айта аламыз, біздің бөлшектің бөлімі оң деп, оң немесе теріс деп айта аламыз. Но бірақ та нөлден нөлге тең емес деп кесіп тұрып айта аламыз, солай ғой? Енді бұл үлкен нетен нөлден болу үшін не істейміз? Мынау бізде үлкен нетен нөлден, мынау да үлкен нетен нөлден болу керек. Яғни алымы нөлден үлкен немесе тең болу керек. Онда біз мына бөлшекті түгел теңсіздікті шешпей ақ, тек қана алымын, яғни 8 минус 2x үлкен нетен 0 деген теңсіздікті шешсек жеткілікті. Яғни бұл жерде минус 2x үлкен нетен минус 8-ден, x кіші немесе тең 4-тен. Жауап мынау. Яғни мына бөлшек теңсіздіктің жауабы мынау ғана. x кіші немесе тең 4-тен. Яғни алымын ғана шешсек жеткілікті. Неге? Өйткені бөлшектің